Сәлем достар, біз бүгін сіздерге Когурё елінің 19-шы патшасы Жумон ханның тікелей ұрпағы ұлы жаулаушы Хвангето жайлы айтатын боламыз. Шын есімі Тамдок болған, ол 374-413 жылдар аралығында өмір сүрген. Когурьоның 18-ші ханы Когу ханның отбасында дүниеге келген. Ағасы Танман, қарындасы Тамшижу. Тамдок 374 жылы күннен соң қамалында дүниеге келді. Бірақ ол бала күннен кіші әкесі Комудың қолында тәрбиеленді. Кому 30 жыл бойы Когурё елінің бас қолбасшысы болып, көптеген жорықтар жасаған, және осы жорықтарға Тамдок ханзадан ертіп жүру нәтижесінде Тамдок әскери өнермен әскери тактика жасауды үйренеді. Тамдок 18 жасқа толған уақытта тақ мұрагері болған ағасы Танман қайтыс болғасын, Тамдок бұдан бұлай мұрагер өз екенін түсініп, халықпен ара қатынасын жақсартып, тығыз байланыс орнатады. 390 жылы Сяньби тайпа бірлестігімен құрылған Хуйон елі Когурьеге соғыс ашып, Когурье жерін өз қарамақтарына қосып бастайды. Амалы құраған Тамдок қарындасын Хуйон ханзадасына тұрмысқа беріп, соғысты тоқтатады. 391 жылы Когурьеда қарулы көтеріліс болып, оны Кому қолбасшымен бірге Тамдок алдын алады. Осы сәттен бастап, ел басқаруға шамасы келмейтін халге жеткенін түсінген Когу хан көзі тірісінде тақты ұлы Тамдокқа беріп, өз биліктен бір жола бас тартады. Тамдок таққа отыра сала, ел билігінде біраз өзгерістер енгізеді. Олардың ең маңыздысы Тамдок елдің сыртқы саясатын уәзірлермен емес, қолбасшылармен талқылайтын қылып жарлық шығарады. Осылайша Тамдок таққа отыра сала, бұрын айырылып қалған жерлерін қайтарып алу үшін жорықтар жасай бастайды. Негізгі мақсат Хуйон еліне айырылған солтүстіктегі жерді қайтару еді. Сол себепті ол алдымен оңтүстігін толық қауіпсіз ету мақсатында Пекше еліне соғыс ашып, 391 жылы Пекче ханы Ашинмен ақтық ұрысқа шығып, жеңіске жетеді. Тамдок 392 жылы Қидан еліне жорық жасап, Қидан ханын өлтіріп, 10 мың Когурье халқын азат етіп, елінің қуатын арттыра түседі. 397 жылы Пекче билеушісі Ашин көтеріс жасауға ниет етіп, теңіздің арғы бетіндегі Жапонияға хат жолдап, Когурьеға талық бағынышты болып кеткен Силла елін жаулап, сол арқылы Когурьеға соғыс ашуға екі тарап келіседі. Бірақ олардың бұл жоспарынан жансыздары арқылы хабардар болған ұлы патша Тамдок алдымен 50 мың әскерін Жапон аралына жіберіп, өзі Силла жеріндегі Жапон сарбаздарын қырып, Пекше еліне бас көтер алмас халге келтіреді. Кейін өзінің әскерінің артынан барып, 404 жылы Жапонияға ауқымды жорықтар жасап, өзінің билеушілері ретінде мойындатады. Маңайындағы барлық елді өзіне бағындырған Когурье 410 жылы Пекче, Силла, Қидан, Мальгал сынды елдердің әскери азық түлігін бір орталыққа жинап, Хуйон еліне ауқымды жорығын бастап, небәрі бір жылдың ішінде астанасы Ион, қазіргі Шинжан қаласын жаулап алып, Когурье адамын баш етіп тағайындайды. Осылайша Тамдок Когурье елін Қытай елінің ықпалынан толығымен босатып, ешкім беттеп келе алмайтын алпауыт Когурье елін құрады. Ол өзі таққа отырған 22 жыл уақытында 128 бекініс тұрғызып, хабар алмасуға толық жағдай жасайды. Себебі Тамдок хан үшін соғыстағы ең маңызды дүние ол дұрыс ақпарат болған еді. Осылайша ол небәрі 40 жасында дүниеден өтеді, және халық оны ұлы жаулап алушы деген мағынада Хвангето хан деп атап кетеді. Видео ұнаса лайк басып, арнамызға жазылуды ұмытпаңыздар. Сіздер үшін оттаймыз.